Сәлем досым, дәл қазір сен Doja Cat'ның беріп жатқан звук, осы видеосына звук түсірген болсаң, сен өзің қазір $3000 аласың. Иә достар, $3000 аласың, плюс еще қазір сол $3000 сен компьютер аласың, мощный, плюс еще қасында 2 iPhone аласың, игровое кресло, монитор, тағы да басқасын бәрін алып алатын боласың қазір Doja Cat'ның берген $3000-нан. Егер де сен қазір звукқа түсіретін болсаң, саған өте қатты повезло, ойлашы, повезло саған кәдімгідей қазір алатын боласың. Ал енді достар, сізге түсіндіріп кетейін. Короче, достар, егер де сендер Doja Cat'ның инстаграмына кіретін болсаңдар, сендер инстаграмдарында көбісі айтуы мүмкін, осындай $3 беріп жатыр деп қазір сендер түсірген боларсың, саған повезло, қазір сен алатын боласың сол $3000-ды. Ал енді қара, қазір егер Doja Cat'ның инстаграмына көретін болсаң, сендер инстаграмда қарасаң, $3 туралы атымен де сөз жоқ. TikTok'ына кірсең, атымен де ештеңе жоқ. Но бірақ достар, оның бәрі сендер неге алып келеді? Ол фейк информация. Иә достар, фейк информация. Но бірақ сендер айттыңдар ғой, обито, сен видеоның басында айттың ғой, сен гарантированный осы видеоға қазір көрсең, сен өзіңе $3000, яғни еще компьютер, iPhone аласың, гарантияң қайда деп сұралар мүмкін. Иә достар, оның уже мен сендерге қазір гарантиясын ұсынатын боламын. Және қазір түсіндіріп кетейін, бәрін басынан бастап, пошагово. Достар, сендердің қолдарында қазір любой бір 15 теңгеден жоғары смартфон болса болған. Және де қалталарында 2000 теңге ғана болса болды. Қазір көбісі уже видео басталмай жатып, қазір уже түсіндірмей жатып, көбісі комментарий жазып кетуі мүмкін ғой, өтірік өзінің рекламасын пихать етіп жатыр. Достар, ешқандай реклама емес, чисто өздерің үшін. Өздерің үшін көріңдер, өздерің болашақтарың үшін. Ал енді қараңдар, егер қолдарында 15000 теңгеден жоғары тұратын телефон болса, қалталарында 2000 теңге табылатын болса, или болмаса ақшалар болмаса, 1-2 күнде копить етіп алсаңдар, сендер өте жолдарың болды. Неге дейсіңдер ме? Потому что мен сендерге қалай айына $1000, просто $1000 қалай табу керек айтатын боламын. Иә достар, қазір ала аласыңдар. Енді комментарийға қазір басталмай жатып жазу мүмкін ғой, қайдақтағы $1000 айта бермей, $1000 это 450 000 теңге, ондай біз кішкентай школьниктармыз, біз ондай ала алмаймыз, бұндай оның күшім жетпейді. Дәл солай мен өзіме 1,5 жыл бұрын айтқан болатын. Өзім кішкентай школьник, мектепте оқып жүрген кезде қолымда кішкентай ғана арзан тұратын Redmi деген телефон болды, 15000 теңге тұратын. Бәрін білетін шығарсыңдар, арзан Redmi телефон ғана болды менде. Но бірақ достар, мен 1,5 жыл уақытымды сарп еткізіп, қазір результатын көрдім. iPhone мен видео түсіріп отырмын, iPhone мен звук жазып отырмын, және де мощный 3 миллион теңге тұратын компьютермен монтаждап отырмын. Және де монтаждап отырған кезде астында 150 000 теңге тұратын креслоның үстінде отырмын. Иә, 1,5 жыл уақыт кетті. Енді айтулар мүмкін сендер. Сразу айта саласыңдар. Менің ондай 1,5 жыл уақытым кеткенім келмейді, ол балалық шағым кетіп қалады, уақытым босқа кетіп қалады, өтпей қалса үшін не болып қалады да 1,5 жыл уақытым босқа кете ма деп. Жоқ достар, 1,5 жыл уақытым босқа кетпейді. Маған сенсең болады. Потому что достар, мен 1,5 жыл уақыт бойы мен не үшін уақытымды құрттым деп ойлайсыңдар? Неге? Потому что менде опыт болған жоқ. Мен қалай видео түсіретінін білмедім мысалы. Менде Redmi қалды, ондай мықты качество шығарады да білмедім, мен ештеңе білмедім. Басында түк жоқ. Бәрін басынан бастап изучить еттім. Сол YouTube'ты қалай рекомендацияға шығару керек, қалай YouTube'тан даму керек, қалай YouTube'тан ақша табу керек деп мен 1,5 жыл бойы өзіме сұрақ қойып іздендім. И мен сол іздеген жауабымды мен таптым әрине. Енді достар, қараңдар, сендер енді ешқандай жауап іздемейсіңдер, 1,5 жыл уақыт опыт іздемейсіңдер. Менде опыт толып тұр. Опытым менде өте көп. Қазір сендерге сол опытты беретін боламын. Яғни ол білім, достар. Білім бұл бірінші орында. Туысқандарыңда, ата-аналарыңда, аға достарыңда, аға тәтелеріңде бір айтқан шығар, білім ол бірінші орында. Это ол уже білім, ол ақшаға дейін. Қасындерге бәрін түсіндіріп айтатын боламын. Главное, видеоны осы аяғына дейін көр. Егер сен осы видеоны аяғына дейін көретін болсаң, сен қазір обещать ететін боламын, бірақ ол қадам ғажайып сияқты елестейді. Сен солсын, сенде 3 миллион тұратын мен сияқты компьютерде болады. Мендегі сияқты 12, 11, 13 Pro iPhone да болады. Және де астында 150 000 теңге тұратын креслода болады. Ал егер тіпті жақсы жұмыс істесең, машинада алып аласың. Бар жоғы бір. Кішкентай школьник болсаң да, жасыңа қарамайды, ол любой жастағы бала істей алады. Даже кішкентай баланың өзі істей алады, 6 жасар. Егер жасың 6-дан немесе 10-нан жоғары болатын болса, сен осы видеоға тап келдің. Ал енді қазір мен саған ғажайып сияқты естіліп кетті, енді қазір саған қалай осыған жететінін айтатын боламын. Оның барлығы шындық болса, сен жете аласың, потому что сен мықтысың, сенің қол-аяғың сау, демің сау, вообще ата-анаң бар, уайымдайтын түк те жоқ. Қазір сен соның бәрін қалай алу керектігін бәрін түсіндіріп кететін боламын. Сен 2000 теңгеге менен білім сатып аласың. Білім, иә. Қолыңда главаны 15000 теңгеден жоғары тұратын телефон болса болды. Яғни смартфон болса болғаны. Ал енді қара, 2000 теңгеге менен не ала аласың? Сен 2000 теңге менен білім сатып алатын болсаң, яғни білім дегеніміз не? Ол білімді сатып алған ішінде. Оның үшін YouTube'ты қалай жүргіземіз, YouTube'ты қалай дамытамыз, Photoshop, монтаж, сендердің ана Қыран Талапбек, тағы да мықты
видеомейкерлердің сатып алатын курстарынан достар 1000 есе мықты, және де 1000 есе мықты ақша табасыңдар. Олардікі де онша емес деп айтпаймын, олардікі де мықты, но бірақ менікі сендерге 3-4 есе пайда әкеледі. Және де олардың курсы 6-7-нан жоғары, ал менің курсым достар 2-ақ мың теңге. Яғни менің білімім достар 1,5 жыл бойы жиып теріп, мен 1,5 жыл бойы қаншама ұйықталмаған түндер, қаншама жұмыс күндер ойлаңдаршы, кәдімгідей басымды қататын телефонмен ойлаңдаршы, соның барлығы мен 1,5 жыл бойы мен кәдімгідей қиналдым. Но бірақ 1,5 жылдың ішінде кәдімгідей мен уже нәтижесін көріп жатырмын. Бірақ сендерге достар, мен сияқты 1,5 жыл уақыттарын құртпайсыңдар. Азғантай ғана уақыттың ішінде, сол білім арқылы 2-ақ мың теңге тұратын, какой-то 2-ақ мың теңге тұратын біліммен сен 1,5 жыл уақытыңды үнемдейсің. 1,5 жыл уақытың кетпейді сенің. Азғантай ғана уақытың кетеді. Плюс еще сол біліммен арқылы сен өзіңе айына $1000 дейін доход шығаруға болады. Это как минимум, бұл жоқ дегенде $1000 табасың. Ал енді жақсы жұмыс істесең 3000, 4000. Сендер көріп жүрген ютуберлердің бәрі, YouTube сериал көріп жүрген, мысалы ютуберлер ойын көресіңдер, оның барлығы достар, адамдардың барлығы достар, сендерден $10,000 табады, иә достар, $10,000 табады. Қалай десеңдер, ютубтан табады. ютубтан, темадан ауытқымайық, 2000 теңгеге не аласыңдар, 1,5 жыл уақыттарыңды үнемдейсіңдер. Потом достар, сендер өздеріңе $1000 айына минимум доход шығара аласыңдар. Жақсы жұмыс істесеңдер даже $10,000-ға жасап болады. Это уже $10,000 4 миллион теңге. Сендерге 400 мыңға жетеді, өте көп. Ал енді қара, ол минимум ғана. Соны аласың. Потом 1,5 жыл уақытыңды үнемдеп $4000 табасың. Потом еще сол $4000-ларыңа, достар, $1000-ларыңа сендер компьютер ала аласыңдар. Игровой креслода 2 iPhone-да бәрін ала аласыңдар. Егер жақсы жұмыс істесеңдер, егер өздеріңе сенсеңдер, дәл қазір. Досым, саған айтып кететін жағдай, қара, сен дәл осы видео көріп отқанның өзі тегін емес. Саған Құдай несібені беріп тұр. Саған Құдайдың өзі беріп тұр. Міне Обитуға сен келіп тұрғаныңның өзі, мен Обитом ғой, мысалы Обитуға келіп тұрғанның өзі тегін емес. Саған Құдайдың өзі саған беріп тұр. Міне осыны жасап ал деп саған Құдайдың өзі беріп тұр. Енді Құдайдың өзінің беріп тұрған несібесін алып қал. Ал енді сол қара, енді тоқ көтерін айтатын болсақ, 2000 теңге сен 1,5 жыл уақытыңды кетірмесең, уақытыңды үнемдейсің 1,5 жыл. Потом азғантай ғана уақыттың ішінде $1000-дан аса доход таба аласың. Жасы қарамайды, никак. Даже 6 жасар баланың өзі справиться ете алады. Ал енді сен оны точно алып шығасың деп отырмын. Потому что сенің күшің көп, потому что сен мықтысың ғой, потому что и қара, $1000 аласың айына доход. Потом 1,5 жыл уақытыңды үнемдейсің. Потом кайф емес бұл, досым, кайф қой. Енді қараңдар, соның бәрін ала аласыңдар. 2000 теңге ғана болса болды. Менен курс сатып аласыңдар. Иә, достар, 2000 теңгеге тегін деп ойлап қалыңдар. Қазір бәрі Инстаграмға жазып тегін берші деп. Обязательно 2000 теңге. Және де мен Инстаграмға жазудың керек емес. Курс сатып алатын кезде маған Инстаграмға, маған Обито тегін бере қойшы, бір қазақтың баласымыз деп. Бір қазақтың баласымыз. Иә. Енді бір қазақтың баласы демекші, енді қараңдар, сендер неге маған айтулар мүмкін? Сен Обито, сен неге өзің ғана ақша тауып алпайсың, неге бізге де бергенге отыр? Просто сен өзің курсыңды пиғат еткенге отыр ғой, басқасы не деп. Өзің ішіңде по-любому ой туады, білемін, түсінемін. Мен де өзіме сөйтіп сондай сұрақтарды қойғанмын. Неге өзің 1,5 жыл уақытында кетіріп не істейсің деп. Қара, мен сендердің, яғни біз бір қазақтың баласымыз. Яғни жұмақта жүдіруіміз керек. Кәдімгідей бір қазақтың баласы, енді сендерді бір қазақтың баласы болғаннан мен де тапқаннан кейін сендерді тапқандарыңды қалаймын, достар. Жастарыңа да не важно, сендерді тапқандарын қараймын. Сендерде жақсы компьютер ойнап, жақсы телефон ұстағыларыңды қалаймын, достар. Мен де сендерге жаным ашиды кәдімгідей. Сендерде алып алыңдаршы, достар. Қараңдар. Сендер 1,5 жыл уақыттарын үнемдейсіңдер, 2000 теңге курс сатып аласыңдар. Просто 2,000 теңге ойнаңдаршы. 2,000 теңге сендерге один раз алып тастаулары мүмкін, компьютерный клуб ойнап тастаулары мүмкін, даже чипсы, кола, тағы бірдеңе алып тастаулары мүмкін. Просто бір күндік не ғана ала саласыңдар. Ал енді сендер 2000 теңгеге алатын болсаңдар, ойлаңдаршы, сендер кәдімгідей айына $1000 таба аласыңдар. Айына еще ол жақсы жұмыс істесең 3000, 4000-ға дейін баруы мүмкін. Еще өзің 1,5 жыл уақытыңды үнемдейсің. Это главное. Егер маған 1,5 жыл бұрын, ровно 1,5 жыл бұрын ғана маған біреу, мен саған маған 2000 теңге берсең, мен саған қазір бүкіл опытымды айтып беремін, опытымды полностью үйретіп беретін боламын. ютубты қалай дамыту керек екен, қалай ютубтан ақша табу керек екен, қалай ютуб жүргізу керек екен, саған бәрін үйретіп беремін. Сен бар жоқ маған 2000 теңге бер десең, мен даже ойланбай жатып, 1 секундтың ішінде қалай да болсын 2000 теңге тауып бере салдым. Потому что мен енді ешкім болған жоқ, мен айтып беретіндей, ешкімді айтқан да жоқ, 2000 теңге маған оны беретіндей. Ал енді саған қазір Құдай бұйыртып тұр саған. Еще ол, достар, ешқандай алдау, арбау емес, кәдімгідей адал ақша аласыңдар. Адал және де өз күштеріңді аласыңдар. Әрине YouTube түсіруде оңай болмайды, но бірақ 1,5 жыл уақыттарыңды үнемдейсіңдер. Иә, достар, ал енді түсінікті болды деген ойдамын. Сендер енді айына жақсы ақша табу үшін, $1000-дан жоғары табу үшін, сендердің қалдыларында бар жоқ 15000 теңгеден жоғары болатын смартфон, арзан болса да бизнес, мен де арзан телефондан бастағам. Мен білем, китайский телефондан бастағам. Енді 2000 теңгең болса,
потом өзің қолыңда арзан бір Xiaomi болса да бола береді, болса болғаны. И сен өзіңе кәдімгідей 2000 теңге менің сатып алатын болсаң, яғни достар, курс сатып алу үшін менің описанияға өтсеңдер, Instagram бот және ВК бот. Өзіңе қайсысы ыңғайлы, соған жазып, курсты любой сатып алсаңдар болады. Любой кәдімгі өзің көріп отқан. Енді айтуы мүмкін, ой, мен 2000 теңгеңді алып аласың, оны байып кетесің сен, менің ақшам босқа кетеді деп айтуы мүмкін. Досым, сенің 2000 теңгеңе ешкім байып кетпейді. Неге? Потому что мен сендердің барлық қазақ болғандарыма жаным ашиды. Барлығың жақсы ақша тапқандарына қалаймын, сендерге сенемін. Енді достар, айтады ғой қазақта, кедейге балық берме, қармақ бер деп айтады. Несіндегі достар, қазір қармақ бергің келеді. Сендер қармақтар емес, долларларында ала бересіңдер. Доллар дегеніміз ол уже балық алғайсыңдар. Ал енді қараңдар, мен сендер 2000 теңгелермен байып кетпеймін, потому что мен уже кәдімгі бай деп айтпаймын, но бірақ жақсы жағдайым жасап алдым. Компьютерімді алдым, айфонымды алдым, соның бәрін аламын. Сендер де аласыңдар. Ал енді қара, Инстаграмға өтесің, Инстаграм немесе ВК-ға өтіп 2000 теңге курс сатып аласың. Төлем. Билайн бар, Каспи бар, Киви. Оңай деп ойлаймын. 2000 теңгеге сатып аласыңдар. Потом сатып алсаң өте оңай. Және де Инстаграмға жазудың керек емес. Ол бүйті братан тегін берші, бір қазақтың баласымыз деп үйтіп жазудың керек емес. И так та почти что бұл өте арзан, 1,5 жыл уақыт плюс үшін $1000 табасыңдар. 2000 теңге достар, айтайын сендерге не жалко. Потому что білім, бірінші орында, сендер менен курс сатып алмайсыңдар, сендер менен білім сатып аласыңдар достар. Білім ешқашанда ауаға кетпейді. Естеріңде болсын. Ешқандай да болсын, мысалы мобилография сатып алсаңдар да, менен курс сатып алсаңдар да 1000 теңгелерің, яғни білім сатып алсаңдар, ол ешқашан деген вообще текке кетпейді. Мен сендерге өзім гарантия беремін. 2000 теңгелерің ауаға ұшпайды. Басқа курстар олар да пайдалы, но бірақ менікінде пайдалы болмайды. Короче, достар, қысқасы, қазір сенде екі вариант бар. Сен қазір аласың, мен қазір 2000 теңге қалай да болсын тауып біздеп табасың, кәдімгі тауып алуға мүмкіндігің бар, білем. Сөйтіп тауып, мен Инстаграмға кіріп, кәдімгідей 2000 теңге курс сатып аласың, яғни білім сатып аласың. Мысалы, мамаң рұқсат бермей қойған, сөйтіп не істейсің, ақшаны босқа кетіріп, бірақ мамаңа айтасың, мен білім сатып алып жатырмын. Білім, яғни ол кәдімгідей білім. Ол қазіргі заманның білімі. Инстаграм дамытасың, YouTube дамытып білесің. Кәдімгідей бәрін цифровой технологияны жүргізіп үйренесің кәдімгідей. Мен саған өзім бар жоқ 2000 теңгеге үйретемін. А басқа адамдар болса соның барлығын 200-300 мыңға үйретіп отыр. Сен қазір бар жоқ 2000 теңге үйренесің. Сенде қазір екі вариант бар. Сен қазір 2000 теңге тауып, менің Инстаграмға өтіп, Инстаграмға кәдімгідей өтесің, или Инстаграм болса ВК-ға өтіп, 2000 теңге маған төлеп, Каспи немесе Киви, Билайн арқылы төлеп, кәдімгідей курс сатып алып, жақсы ақша табасың. $1000 табасың, жақсы өмірсесің, даже $2-3 табуға болады. Өзіңе мощный компьютер аласың, ойнағанға 2 iPhone алсаң болады, 13 Pro Max-тан. Кәдімгідей мықты, кәдімгідей игровой кресло алсаң болады, жақсы отырасың, кәдімгідей кайф отырасың и жақсы ақша тауып, ата-аналарыңмен мақтаныш боласың. Егер өзіңе үлкен аға болсаңыз, сіз өзіңізде жақсы ақша таба аласыз. Егер өзің кішкентай бала болатын болсаң, саған да болады. Өзің ата-анаңмен мақтаныш боласың. Және өзіңе де мықты микрофондар аласың, мықты компьютер аласың. Ал енді қара, сол 1000 теңге курс екі путь бар. Бірінші сол бағанағы 2000 теңгеге құртып, бар жоғы даже смартфондарың болса болғаны 2000 теңгеге құртып, сен мені білім сатып аласың, $1000 кем дегенде $1000 табасың. Компьютер мықты, мощный, бүкіл ойындарды 4К Full HD-да көтереді, мықты игровой кресло отырсың, жүп-жұмсақ. Потом аузында кәдімгі микрофон, қымбат 100 мың теңге тұратын HyperX, қолыңда мықты клавиатура, қолыңда iPhone. Бәрі сенен сұрап кететін болады. Сен маған өзің рахметіңді айтасың. Кішкене азған уақытта мына. Ал енді екінші вариант бар сенде қазір. Екінші путь бар. Сен қазір просто осы жерден шығасың, ой, ол керек емес, ол онша емес, қазір 2000 теңгеді алып байып кетеді, ол өтірік шырым, бәрі өтірік қой деп айтасың, потом қайтадан TikTok көріп, 1,5 жыл уақытын и так та TikTok-тың ішінде өткізе саласың. Просто 1,5 жыл уақытыңды текке өткізе саласың. Екінші вариант, ойлашы, ешқандай теңге де жоқ, теңге таппайсың, ешқандай мықты компьютер де жоқ. Қолында iPhone болатын, ой, iPhone менде бар, уже керек емес деп айтуым мүмкін. Просто бір iPhone ғана құшақтап қаласың, не астында отырған креслоң жоқ, не ойнаған мықты компьютерің жоқ, атаны только сабақ оқисың, болды, басқа ештеңе жоқ, дополнительный доход жоқ. Онан соң кейін ұнамайтын жұмыс, кейін өскенде ұнамайтын жұмысын істейсің, потом ұнамайтын жұмыстарын істеп жүре бересің. Сол екінші вариант сол. Ал енді досым, таңдай өзіңде. Бар жоғы, егер сен екінші вариант таңдайтын болсаң, просто так TikTok көріп, осы видеодан шығып кетіп қазір TikTok көріп, ой, ақшам босқа кетеді, ол өтірікші, бірдеңе деп, кәдімгі хейт етіп, маған ешқандай хейт маған не істемейді. Сен 2000 теңгеден ешкім байып кетпейді, достар, айтып кетейін сендерге. Екінші вариант сондай бар енді. Ешқандай ақша таппайсың, не отырған мықты креслоң жоқ, не ұстаған мықты iPhone жоқ, не компьютер жоқ. Просто так жүре бересің. Уақытыңды босқа өлтіріп, YouTube-қа да, TikTok-қа да, оны даже ата-анаң да сені қолдайды. Мен саған
кәдімгі 100% гарантия беремін, атамды қолдап, потому что сен өтірік ойын сатып отқан жоқсың, сен білім сатып аласың, ойлашы, білім, кәдімгі білім. Мен 1,5 жыл бойы терген білімді просто опытымды сатып ала саласың, өте кайф. Егер маған 1,5 жыл бұрын маған сондай мүмкіндік беретін болса, ойланбастан сатып алар едім. Енді достар, мен сендерге сатып алып ал деп айтпаймын, енді өздерің білесіңдер, таңдау өздеріңде. Либо екінші вариант бар, ешқандай қазір видеодан шыға салып, ой, ақшам босқа кетеді деп TikTok көріп, YouTube көріп, дальше уже уақытыңды өлтіресің, уақытыңды босқа кетіресің. Ал енді бірінші вариант бар. Сен қазір аласың 2000 теңге тауып, менің Инстаграмыма өтіп, менің курс сатып аласың, яғни білім сатып аласың. Білімді сатып алып, өзің айына $1000 табасың, потом мықты кресло, мықты компьютер, даже көп уақытыңды құртпай жақсы жұмыс істесең, сен өзіңе мықты машина аласың. Мысалы, Camry деген сияқты мықты машиналарды алып алатын боласың. Айтайын мен сендерге, видео соң айтып кетейін, достар, видео аяғына дейін келіп қалды. Сендер достар, курс сатып алмайсыңдар, өтірік ойыншық сатып алмайсыңдар, сендер білім сатып аласыңдар. Ал білім бірінші орында. Абай атамның өзі білім бірінші орында деп айтып кеткен. Так что достар, Құдайдың берген кәдімгісіне Құдай бұйыртып тұрсыңдар қазір. Менің өзімнің видеома келгеннің өзі тегін емес. Сен қазір тауып кете аласың, сен білем мықтысың. Кәдімгі бірінші вариант таңдап, мықты креслоға мініп, мықты компьютер ойнап, даже руль аласың да болады. Менде руль бар. Компьютер аласың, мықты телефондар ұстайсың, сөйтіп мықты ақша тауып кетесің. Ал енді екінші вариант таңдасаң, өзің білесің. Мен сендерге екінші вариантын байып кеттім. Просто барлық қазақ балаларын, барлығы мықты компьютер ойнап, мықты телефон алып, мықты ақша тапқан барлығын қалаймын. Өйткені біз бәріміз бір қазақтың баласымыз, бір атадан, бір анадан туылғанбыз. Так что досым, таңдау өзіңде. Екі варианттың өзінде таңдау қазір өз қолыңда. Дәл қазір бұндай мүмкіндік екінші қайталанбайды. Егер мысалы сен қазір екінші вариантын айтып болсаң, ешқандай не істемей, ой қойшы, өтірік, анау мынау керек емес, қолымда нормальный телефон бар, маған жетеді, бұл қанағат деп жата берсіңдер, достар. Құдай сендерге ондай ештеңе бермейді. Құдай сендерге бәрін береді, но бірақ сендер өздерің действиесін жасауларың керексіңдер. Ол өте обязательно, достар. Онсын достар, сендер шығып кеткеннен кейін, онсын потом ой өтірік деп онсын хейтеп шығып кеткеннен кейін, ешқандай ой 2000 теңге босқа кетеді, лучше барып чипсы алып алайын или компьютермен көп ойнап дегеннен кейін, сендер 1,5 жылдан кейін, достар, ровно 1,5 сендер өкінесіңдер. Неге? Потому что айналамдағы балалардың барлығы менен курс сатып алғандар. Мысалы 100 мың адам болса, 100 мың адам бәрін сатамын. Егер мысалы алғандарына өкінетін, сен алғандарға қарап өкінетін болсын, потому что жақсы ақша табады, жақсы компьютер ойнайды, жақсы кәдімгі креслода отырады, мықты айфоны бар, сен өкініп қаласың. Енді таңдау өзіңде. Тағы айтам, бұл ешқандай да өтірік емес, сен білім сатып аласың. Ешқандай ойын емес, білім сатып аласың. Так что досым, екі путтың таңдауы дәл қазір өзіңнің қолыңда. Өзің шешесің. Қазір мықты компьютер жақсы ақша тауып кете аласың, немесе просто так TikTok көріп уақытыңды өлтіріп бересің. Енді досым, таңдау өзіңде. Ал енді егер жақсы таңдау жасап, мен білімді бірінші орынға қойып, мен білімді болғым келеді, ақылды болғым келеді, жақсы ақша тапқым келеді, ата-анамның мақтанышы болғым келеді деп, егер сөйткің келсе, адал жолмен және білімің арқылы ақша тапқың келсе, ата-анаң да айтқан шығар, білімің арқылы ақша табасың деп. Білімің арқылы ақша тапқың келсе, просто осы видеоның описаниесіне түсіп, Instagram немесе ВК таңдап, екеуін біреуіне жазып, менен 2000 теңге бар, 2000 теңгеге курс сатып алып, кәдімгі курс сатып алып, яғни біліміңді сатып алып, 1,5 жыл тұратын біліміңді сатып алып, жақсы ақша тауып кетесің. Сол үшін курс сатып алу үшін, яғни біліміңді сатып алу үшін менің төмендегі описанияға Instagram немесе ВК-ға өтесің. Енді досым, видео аяғына дейін келді. Енді досым, таңдау өзіңді. Либо мықты жұмыс жасайсың, білімің арқылы ешқандай көп қара жұмыс істемей, кәдімгі мықты ақша табасың, или болмаса обычный TikTok көріп, потом өзің 1,5 жылдан кейін өкініп қаласың. Өйткені қиын жұмыс істейтін боласың. Так что досым, таңдау өзіңде. Сендермен боламыз Obito Free Fire. Досым, таңдауыңды қателеспей, білімді бірінші орынға қойып, білім сатып алған өте дұрыс. Так что сатып алу үшін осы видеоның описаниесінде Instagram немесе ВК тұрады, сол жаққа жазып, менен сатып алсаңдар болады. Және де достар, мен айтып кетейін достар, атам қазақ айтқан, так что білім бірінші орында. Білімді бірінші орынға қоя біліңдер и жақсы ақша таба біліңдер. Мен сендерге 100% гарантия беремін, ешқандай да өтірік емес, бұл білім достар. Білім сатып аласыңдар, так что сатып алу үшін Instagram-ға өтіңдер. Instagram немесе ВК-да описаниеде барлық ссылкалар тұр. Так что досым, екі путтың таңдауы да өз қолыңда. Дәл қазір сен өміріңді 2000 теңгеде шешіп кету әбден мүмкін, даже 100% шешіп кетеді. Так что досым, таңдау өзіңде, таңдауды өзің шешесің. Мен саған алал деп айтпаймын. Енді таңдау, екі варианттың таңдауы да өзіңде. Сенден болған Obito Free Fire, әрине сау болыңдар.